Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге шоколадный песочный печенье жасап көрсетіп отырмын. Өте дәмді, оңай жасалатын печенье. Егер де менің рецептерім ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Печеньенің қазір ішін үзіп көрсетемін. Жасап көріңіздер. Өте оңай жасалады. Бізге керек заттар: 3 жұмыртқаға 100 грамм шекер салып алып, жақсылап араластырамыз. Шекеріміз ерігенше жақсылап араластырып, үстіне бөлме температурасында тұрған 250 грамм сары май салам. Қастың көмегімен жақсылап араластырып, одан соң бір пакетик 5 грамм разрыхлитель салам. Одан соң алдын ала електен өткізілген ұнымды жайлап салып, қастың көмегімен араластырып, одан кейін қолымызбен жақсылап қамырымызды илейміз. Қамыр жұмсақ болу керек, жұмсақтығы осындай. Бұл жерде теста көп. Бұл тестаны 2-ге бөлемді. Жартысына ғана какао қосам, жартысын какао қоспай пісіретін болам. Какао менде 60 грамм қосылған какао. Какаоны қосып жақсылап илейміз. Илеп болған қамырымызды осылай жайып аламыз оқтаудың көмегімен. Сосын формамен, осылай жүрекше формасымен печеньелерімізді кесіп аламыз. Тавамызға салып, 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Мінекей печеньеміз пісті. Енді бетіне аздап сахар мен пудра себсек болады. Печеньелерімізді тарелкаға салып, шайға ұсына берсек те болады. Достар, егер де менің рецептерім ұнаған болса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.